Көзіңіздің асты жиі семе, бұл жай ғана шаршаудың белгісі емес, бүйрегіңіздің сос дабылы болуы мүмкін. Бүйрек бұл ағзамыздың басты сүзгісі, ол артық сұйықтық пен улы заттарды шығарады. Бүйрек қызметі бұзылғанда денеде сұйықтық жинала бастайды. Бұл ісіну әсіресе терісі жұқа жерлерде, яғни көз астында айқын көрінеді. Әдетте таңертең ісіну күшейеді. Әрине, көздің ісінуіне ұйқының қанбауы, аллергия немесе тұзды көп пайдалану да себеп болуы мүмкін. Бірақ егер ісіну тұрақты болса, мән берген жөн. Өз денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Егер осындай белгіні байқасаңыз, уақыт созбай дәрігермен ақылдасыңыз және дәрігермен толық кеңесіп, толық тексеруден өтіңіз. Ерте диагноз бұл денсаулық кепілі.